Қайырлы күн, әріптестер. Менің аты жөнім Сембаева Семболатовна. Мен нейротренермін және психофизиологпын. Бүгін сіздермен біз жақсы бір тақырыпта вебинар өтетін боламыз. Бұл тақырыптың аты жеке бренд, жұмыс пен хобби арасындағы тепе-теңдік. Осындай бір жақсы керемет тақырыпта бүгін бір сағат аясында сіздермен вебинарымызды жүргізетін боламыз. Неліктен жеке бренд, неліктен жұмыс пен мына хобби арасындағы тепе-теңдік туралы сөз қозғалып жатыр. Өйткені бүгінгі таңда бізде көмектесуші мамандықтар басқа адамдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасағандықтан, басқа адамдарға көмек көрсеткендіктен оларда мынандай басқа бір өзінің қызығушылықтарымен айналысуға уақыттары болмайды, уақыт жеткіліксіз болады. Сол себептерден күйзеліске де ұшырап жатады. Енді осы күйзеліс, жеке бренд, мамандық, хобби, осының барлығы бүгін біздің тақырыбымыздың аясында қозғалатын тақырыптар болады. Енді ең бірінші тоқталып өтетін бүгінгі немененің вебинардың мақсаты бұл көмектесуші мамандықтардың ішінде выгорание, күйзеліс болмау мақсатында жеке брендті дамыту және хоббиді монетизациялау. Енді не үшін бұл бізге керек? Жалпы адам жұмыста, біз жұмыс жағдайында өте көп уақытты өткіземіз, иә? Осы жұмысымыз біздің көп уақытымызды алғандықтан, біз сол жұмысқа өте көп энергиямызды береміз, уақытымызды жұмсаймыз. Қай салаға, қай жаққа біз өзіміздің энергиямызды көп жұмсайтын болсақ, сол сала біздің өзіміздің бет әлпетімізде, жеке тұлға ретімізде, осындай бір өзінің орнын қалдырады екен. Мынандай енді бір наблюдение дейміз ғой, бар. Соны қазір сіздерге айтып өтсем. Мысалы, кейбір адамдарды бет әлпетінен, интонациясынан, мимикасынан, жүріс-тұрысынан мамандығын сырттай танып қойып жатамыз, иә? Мысалы, сіз мұғалімсіз бе, немесе сіз дәрігерсіз бе, немесе сіз тренерсіз бе деген секілді осындай адамның мамандығын біз бет әлпетінен, вербалды немесе вербалсыз сигналдарынан танып қоямыз екен. Тағы да бір мынандай қызықты бір факт, ол адамдардың, мысалы, үйлерінде бір үй жануарлары болса, мысалы, мысықтары, күшіктері болып жатса, сол адамдардың мына мысық күшіктері адамдардың өздеріне ұқсас болады екен. Енді бұл осындай бір наблюдениенің бір түрі. Неліктен олай болады? Өйткені жұмыс болсын, мамандық болсын, үй жануарлары болсын, басқа да адамдар болсын, біз кіммен, қай жерде көп уақыт өткіземіз, кімге біз өзіміздің энергиямызды көп береміз, сол жерде біздің сол зат біздің немемізде, образымызда, жеке тұлғамызда бір энергиялық өзінің бір немесін, отпечаток дейді ғой, өзінің орнын қалдырады екен. Дәл сол секілді біз жұмыс жасаған кезде, біз көмектесуші мамандық болғандықтан, біздің жұмысымызда, біздің жеке тұлғамызда өзінің осындай бір орнын қалдырады екен. Енді осы орнын қалдырған кезде адам жалпы өзінің тұлғасын жоғалтпау керек. Егер де адам жұмысқа беріліп, бүкіл уақытын, бүкіл көңілін, бүкіл энергиясын жұмысқа берген жағдайда, оның орнына басқа бір энергия алып, орнын толтырмаса, адамдарда күйзеліс пайда болады екен. Осы күйзелістің алдын алу мақсатында бір жақсы инструмент бар. Ол инструментке қазір біз сіздерге тоқталамыз. Енді тоқталмасы бұрын осындай бір диагностиканы өткізсек. Қатысушылар. Диагностиканы мен группаға бөлік жіберейін, иә. Бұл диагностика бізде күйзелістің немесін, шаршаудың, выгорание дейміз ғой, сол күйзелістің немесін, деңгейін анықтау. Бұл күйзелістің деңгейін анықтаған кезде 3 деңгейі бар.
жеңіл, орташа және жоғары деген. Жеңіл деген сипаттама бұл күйзеліс жоқ деген сөз. Орташа ол орташа, жоғары деген значит бір үлкен деңгейдегі күйзеліс бар деген сөз. Енді бұл деңгейлеріне байланысты. Енді түрлеріне тоқталатын болсақ, осы опросник бойынша, осы тест бойынша күйзелістің үш түрі бар екен. Бұл менталдық шаршау, эмоционалдық күйзеліс және физиологиялық шаршау. Енді біздің бүгінгі тақырыптың аясында бізге керек күйзелістің түрі ол эмоционалдық шаршау. Эмоционалдық шаршау деген бұл адамның мына ішкі жан дүниесінің, көңіл күйінің негативті эмоциялармен толы болуы. Енді неліктен бұл жұмысқа қандай қатынасы бар деген бір сұрақ пайда болуы мүмкін, иә. Жалпы мамандыққа байланысты күйзеліс болады. Күйзеліс болады, деп бұл кәсіби күйзеліс деп аталады. Енді осы кәсіби күйзеліс біздің жұмысымызға байланысты. Өйткені біз жұмыста өте көп уақыт өткіземіз. Енді осы көп уақыт өткізгендіктен бұл жұмыстан біз біраз қанағат алу керекпіз. Тек қана материалдық түрде емес, мына эмоционалды түрде қанағаттану керек адам деген. Содан кейін көп жағдайларда жұмыс бабында адамдарға мына материалдық тұрғыдан қанағат емес, мынандай эмоционалдық немесе бір жетістіктерге жетуде өте маңызды болады. Енді осындай жетістіктер болмаса жұмыста, адамда осы эмоционалдық күйзеліс деген бір симптомдары пайда болады екен. Адам жұмысқа барғысы келмейді, жұмыста көңіл күйі нашар болады, ашушаң келеді, осындай бір факторлар болады, көңіл күйі үнемі жұмыста болған кезде бір подавленный дейді ғой, бір басылып тұрады. Жақсы көңіл күйде жүрмейді адам. Енді осы диагностиканы өткеннен кейін біз осы эмоционалдық күйзелістің немесін көрсеткішін қараймыз екен. Егер де жоғары күйзеліс немесе орташа болса, бұл жерде бір инструменттер берілу керек, иә. Қандай инструмент арқылы біз адамды осы эмоционалдық күйзеліс жағдайынан шығара аламыз. Енді осы жерде тағы да бір айтып кететін бір фактор, эмоционалдық күйзеліс жағдайына бізді ұшырататын факторлар өте көп. Ол факторлардың бірі, мысалы, біздің жұмыс, біздің әріптестеріміз, біздің әкімшілік немесе шамадан тыс көп берілген бізге жауапкершілік, иә. Бұл сырттан келетін факторлар. Бірақ осы жағдайдан бұл сыртқы факторлар адамды шығара алмайды екен. Бұл жағдайдан адамды өзінен басқа ешкім шығара алмайды екен. Енді осы тұрғыда біз инструменттарды қарастыру керекпіз. Сол инструменттардың бірі ол хобби болып табылады екен. Өйткені хобби деген бұл адамға өзіне ұнайтын бір іс-әрекет, иә. Хобби деген нәрсе бір адам шаршап тұрса да, уақыты болмаса да, сол нәрсемен шұғылданғысы келіп тұрады. Соған бір уақыт бөліп, көңілін бөліп, сол нәрсемен айналысқысы келіп тұрады. Жалпы хобби деген нәрсе бұл адамның мына жан дүниесіне позитивті, жақсы, осындай көңіл күй сыйлайтын іс-әрекет болып табылады. Енді қазіргі таңда біздің өмірімізде біз үнемі бір жерге асығып жатамыз, иә. Жұмыс деген өте көп, жауапкершілік деген жоғары. Содан кейін бізде мынандай неподвижный образ жизни дейміз ғой, көбінесе біз жұмыста отырып жұмыс жасаймыз. Қозғалыс деген азайып бара жатыр өмірімізде. Соның кеселдерінен адамдарда осы күйзеліс деген фактор өте көбейіп бара жатыр. Енді осыны азайту мақсатында біз өмірімізде осы хоббиді нету керекпіз, қолдану керекпіз. Адамда хобби деген нәрсе болу керек. Қазіргі таңда біз айттық қой, осы стресс жағдайында адамдар өзінің физикалық денсаулығына өте үлкен көңіл бөлу керек. Бірақ біздің денсаулығымыз, физикалық денсаулығымыз тек қана дене бітімімізбен шектелмейді. Біздің физикалық көрсеткіштерімізбен шектелмейді. Адамның жалпы денсаулығына үлкен әсер ететін бір фактор ол адамның көңіл күйі, эмоциясы. Сондықтан қазіргі таңда біз тек қана
физикалык гигиенага мән бермей, сонымен қатар эмоционалдык гигиена деген нәрсеге үлкен бір көңіл аудару керекпіз екен. Енді эмоционалдык гигиенанын бірден бір түрі ол хобби болып табылады. Енді хоббиді біз гигиена жағдайында қалай қолдана аламыз? Мысалы, сіз жұмыста бір қиын күн өткіздіңіз, иә, бір комиссия келді дейік, немесе басқа бір үлкен бір сұрақтарды қарастырдыңыз дейік, иә. Енді сіз шаршап үйге келген кезде сіз үйде жуынасыз, шайынасыз, өзіңізді енді қалпына келтіріп біраз демаласыз. Бұл физикалық дененің немесі, физикалық денеге біраз уақыт бөлу, көңіл бөлу, иә. Бірақ қазіргі таңда ол жеткіліксіз. Біз сонымен қатар эмоционалдық фонымызға, эмоционалдық ішкі жан дүниемізге де біраз көңіл бөлу керекпіз. Ол үшін жаңағы айтқан хоббимен біз күнделікті кешкі уақытта үйде бір жарты сағат, 20 минут, жарты сағат уақыт бөліп осымен айланысу керекпіз. Үйге келіп, демалып, тамағыңызды ішіп, киініп, жуынып болғаннан кейін жарты сағат осы хоббимен айланысу керек. Сол сіз хоббиіңізбен айланысқан кезде мына ішіңіздегі мына шаршаудың барлығы шығатын болады. Енді бұл күнделікті тұрғыда орындалу керек деп айтылды, иә. Егер де сіз күнделікті осылай өзіңіздің эмоционалдық көңіл күйіңізге көңіл бөліп отыратын болсаңыз, сіздің денсаулығыңыз да, иммунитетіңіз де жақсы болады. Енді бұның барлығы әкеліп біздің мына хоббиға және жеке брендқа қалай әсер етеді, қандай қатынасы бар екен, соған тоқталып өтейік, иә. Жалпы енді бізге хоббиді табу керек, біріншіден. Екіншіден, біз осы хоббиді өзіміздің мамандығымызға әкелу керекпіз. Одан кейін осы хоббиімізді монетизациялау керекпіз. Ол үшін бізге жеке бренд керек. Енді осы тұрғыда біз қазір рет-ретімен барлығын талқылайтын боламыз. Енді хоббиді қалай табамыз? Жалпы көп адамдар айтады, хоббиға уақытымыз жоқ, немесе хоббиім жоқ деп айтып жатады, иә. Хобби жоқ адамдар болмайды. Енді хоббиді табу үшін бізде мынандай бір немене бар, практика бар. Бұл практиканың атауы қызығушылықтар картасы. Бұл үшін не істеу керек? Қазір уақыттарыңыз болса, қазір мен айтып отырған кезде орындауларыңызға болады, сұрақтарыңыз болса, микрофондарыңызды қосып, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Егер де қазір уақыттарыңыз болмаса, онда босаған кезде кез келген уақытта орындауларыңызға болады. Енді бұл практиканы орындау үшін сізге ең біріншіден ешкім сізге кедергі жасамайтын, ешкім сізге бір сұрақтарымен келмейтін жеке бір орынға барып отыру керек. Отырасыз ыңғайланып, бір 2-3 цикл терең демаласыз. Терең демалып аласыз. Міндетті түрде қолыңызда дәптер болу керек, қаламсап болу керек. Содан кейін өзіңіз мына ойыңызбен бір балалық шағыңызға ауысу керексіз. Балалық шағыңызды есіңізге түсіру керексіз. Бір шаттыққа толы, балалыққа, қуанышқа толы бір кезеңді балалық шағыңыздан есіңізге түсіріңіз. Соны есіңізге түсіріп, ойша соны бір қайтаран бір басыңыздан кешіп жатқандай бір неменеде сезімде болу керексіз. Содан кейін сол неменеге сезімге түскеннен кейін өзіңізге осындай бір анализ жасау керексіз, немесе сұрақ қою керексіз. Осы балалық шағымда, осы кезде немен шұғылданған маған ұнайтын? Мен өскен кезде кім болғым келетін, қандай армандарым болатын, немен қандай нәрсемен мен таңертеңнен кешке дейін шұғылдануға дайын болатынмын, қандай нәрсені мен сүйіп орындайтынмын, тамақ ішпестен, түнге дейін ұйқым қанбаса да отырып, немесе таң атпай ертерек тұрып алып, қандай жұмысты мен өзім істегім келетін, қандай іспен айналысқан маған ұнайтын деген осындай бір сұрақты өзіңізге қойып, сол балалық кезіңізді көзіңізді жауып, есіңізге түсіріп, соны біраз есіңізге түсіресіз. Енді осы кезде сізге бір инсайт деп айтамыз, бір ойлар келіп жатады, иә. Мысалы, сізге бала кезіңізде
білмеймін енді, мысықпен ойнаған ұнайтын шығар. Немесе сурет салған ұнайтын шығар. Немесе даладан бір әкеңіздің бір саймандарын тауып алып, содан бір нәрсе құрастырып жасаған ұнайтын шығар. Немесе жақындарыңызға, туыстарыңызға бір концерт қойып, ән айтып, бір би билейтін ұнайтын шығар, иә. Соның барлығын есіңізге түсіріп, сол сәтте қаламсапты алып, немеге, дәптерге жазып алу керек. Енді бұл жерге сол балалық кезіңіздегі өзіңізге ұнайтын іс-әрекеттерді жазып аласыз. Жазып алғаннан кейін енді қазіргі таңға қайтадан ораласыз да өзіңізге сұрақ қоясыз. Қаншалықты сол кездегі мына өзімнің қызығушылықтарымды мен қазіргі таңда жүзеге асырғым келеді. Қай сол менің іс-әрекеттерім, ойындарым, хоббиларым қазіргі таңда маған әлі қызығушылық танытады деген өзіңізге сұрақ қоясыз. Мысалы енді бір жаңағы қайсысын алайық айтылып өткеннен. Мысалы енді бір әкеңіздің бір саймандарын құрастыру дейік, иә, мысалы конструктор жинау деп алайық. Сол конструктор жинау дейік. Сол балалық кезіңізден бастап қазірге дейін сізге әлі қызықты болып табылады дейік, иә. Енді қазіргі таңда сіз сол іс-әрекетті өзіңіздің хоббиіңізге айландыра аласыз екен. Ол үшін не істеу керек? Сіз енді бір саймандарды, бір темірлерді барып қазір іздеп кетпейсіз. Басқаша қалай сіз оны жүзеге асыра аласыз? Мысалы, Лего деген конструктор ойыншықтар бар, иә. Бұл балалардың конструкторы болғанымен, бізге де ересек адамдарға да бұл енді ойынмен, конструктормен хобби ретінде айналысуға болады екен. Сол конструкторды алып, өзіңіз құрастырып, уақытыңызды өткізуіңізге болады. Бұл хобби ретінде. Біріншіден, сіз күнделікті осы конструкторларды алып, легоны құрастырып отырған кезде, кешкі уақытта бұл сізге эмоционалдық гигиена рөлінде болады. Сіз кешке біраз демаласыз сол хоббимен айналысқан кезде. Бұл бірінші, иә. Осы енді қызығушылықтар картасы арқылы біз хоббимізді таптық. Енді екіншіден, біз осы хоббиімізді эмоционалдық гигиенаға айландырғаннан кейін, күнделікті кешке айналысқаннан кейін, біз ақырында бұл хоббиді жұмысымызға әкелу керек. Енді қандай мақсаттан біз өзіміздің хоббиімізді жұмысқа әкелу керекпіз? Бұның бірнеше енді мақсаты бар, иә. Ең біріншісі, сіз жұмыста шаршайсыз, ренжисіз, неше түрлі мынандай енді көңіл күйде болып жатасыздар, иә. Негативтік немесе стрессқа толы күндерде болып жатады жұмыста. Енді соның алдын алу мақсатында сіз жаңағы хоббиіңізді, лего дедік, иә, соны жұмысқа алып келесіз. Жұмысқа алып келген кезде, обед уақытында, немесе тағы да бір бос уақыттар болған кезде, көп емес, өзіңіз көресіз, иә, бір 10 минут, 15 минут осы хоббиіңізді алып шығып, сонымен біраз айланыссаңыз, түскі астан кейін біраз кәдімгідей демалып қаласыз. Өйткені хоббидің адамға беретін бір үлкен бір күші бар екен. Мысалы, біз тамақтанған кезде, тамақ ішкен кезде біз күш аламыз, физикалық күш аламыз, иә. Ал мына хоббидің бізге беретін энергиясы, күші, ол физикалық күш емес екен. Бұл күштің, энергияның басқа түрін береді. Бұл бізде шығармашылық күш немесе шығармашылық энергия деп аталатын энергияны береді, хобби деген нәрсе. Енді шығармашылық энергияның физикалық энергиядан қандай айырмашылығы бар? Физикалық энергия ол тез таусылып қалады. Біз тамақтанғаннан кейін, біраз уақыт өткеннен кейін қайтадан тамақтанғымыз келеді. Немесе уақыт сағат мысалы 10-нан кейін, 11-12-ден кейін біздің мына жұмыс жасау көрсеткішіміз төмендейді де, біз шаршап ұйықтағымыз келіп тұрады, иә. Бұл физикалық күштің, физикалық энергияның бізге деген әсері. Ал енді шығармашылық энергияға келетін болсақ, бізде мынандай вдохновение деп айтады ғой, бізге бір шабыт келген кезде, біз ұйқымызда келмейді екен, қарнымызда
ашқанын білмейміз екен. Осы шабыт келген кезде, шығармашылық энергия келген кезде адам уақыт демей, тамақ демей, күш демей, біз өзіміздің сол жасап сүйсініп жасап отырған жұмысымызды жасай береміз екен. Шығармашылық энергияның осындай бір ерекшелігі бар екен. Біз шаршамастан сол нәрсені жасай береміз екен. Енді қараңызшы, сіз жұмысқа келген кезде сіз шаршайсыз. Физикалық күш деген тез аяқталатын нәрсе, иә. Таңертең ұйқыңыз қанып келсе де, түскі асты ішкеннен кейін ұйқыңыз келіп, біраз шаршаңқырап сөйтіп отырасыз. Бірақ сіз оның орнына, шаршаудың орнына жаңағы хоббиіңізді алып келіп, бір 10-15 минут сол хоббимен айлансаңыз, сіздің ішіңізде жаңағы мына энергия пайда болады. Бірақ физикалық энергия емес, ол шығармашылық энергия. Сол шығармашылық энергияның күшімен сіз жұмыстағы басқа жұмыстарды атқаруға өзіңізге бір күш, источник дейміз ғой, сондай бір күштің көзін таба аласыз. Бірақ бұл шығармашылықпен келген энергияны біз өзіміздің жұмысымызға жұмсау ол дұрыс емес. Шығармашылық энергияның басқа бір рөлі бар. Шығармашылық энергия бұл біздің жеке тұлға ретінде, біздің мына ішкі жан дүниемізді ашу, өсіру мақсатында бізге берілген энергия болып табылады екен. Сондықтан шығармашылық хоббиді тапқаннан кейін, ол шығармашылықты, хоббиді жұмысқа алып келіп, сол шығармашылық хоббидан сіз энергия алғаннан кейін, бұл шығармашылық энергияны сіз басқа өзіңіздің жеке басыңыздың жеке тұлға ретінде дамуыңызға жіберу керексіз осы энергияны. Енді бұл үшін біз не істеу керекпіз? Біз шығармашылық энергия деп айттық, иә? Бұл шығармашылық энергия, бұл материалдық тұрғыда біз оны қарастыра алмаймыз. Бірақ біз өзіміз адам ретінде, иә, материалдық дүниеде өмір сүріп жатқандықтан біз осы шығармашылық энергияны материалдық тұрғыға ауыстыру керекпіз екен. Қалай біз оны ауыстырамыз? Қалай біз оны алмастырып айырбастаймыз? Бұл процесті айырбастау процесін монетизация деп атаймыз. Енді қараңыз, сіз өзіңізге ұнайтын, анау балалық кезіңізден келе жатқан бір неменізді, хоббиіңізді таптыңыз. Ол хобби сізге шығармашылық энергия береді екен, иә? Бұл энергияны біз тек қана сақтап қоймаймыз. Шығармашылық энергияны жұмысқа жұмсамаймыз. Шығармашылық энергияны біз өзіміздің жеке тұлға ретінде дамуымызға және монетизацияға жұмсау керекпіз. Енді бұл тұрғыда бізге ары қарай не істеу керек? Мына жерде біз отырып енді ойлану керекпіз. Қалай мен өзімнің хоббиімді қалай біз өзіміздің хоббиімізді монетизациялаймыз? Енді бұл үшін бізге тағы да дәптер керек, және қаламсап керек. Дәптер мен қаламсапты алып, өзімізге осындай сұрақтарға жауап беру керекпіз. Осындай сұраққа жауап беру керекпіз. Мынандай столбец 3 баған сызамыз, иә. Бірінші бағанда біз былай жазамыз. Мен не нәрсе істегенді жақсы көремін. Жалпы мен нені жақсы көремін деп бірінші бағанға жазамыз. Екінші бағанға мен не істей аламын деген сұрақты қоямыз. Ал енді үшінші бағанға адамдарға не қажет, адамдарда қандай қажеттілік бар деген осындай 3 баған. Тағы да қайталап өтейін. Біріншісінде мен нені жақсы көремін. Екінші бағанда мен не жасай аламын. Үшіншісінде адамдардың қандай қажеттілігі бар. Енді осы сұрақтарға біз ең бірінші жауап береміз. Енді осы жерде әріптестеріміз қосыла алса, бар ма? Осы жерде біз қазір сіз қосылсаңыздар, әріптестер, біз прям практика жүзінде сіздің осы бір хоббиіңізді қалай монетизацияға келтіруге болады екен, соны ашып тапсақ, талқыласақ. Қосыла аласыздар ма?
Жоқ, иә, онда мен ары қарай түсіндіре берейін, содан кейін қарап өздеріңіз уақыттарыңыз болған кезде осыны талқылап көріңіздер. Мысалы, жаңағы енді басқа жаққа кетпей ақ қояйық, сол легоны алайық, иә, мысалы. Мен не нәрсені жақсы көремін? Лего құрастыруды жақсы көремін. Лего құрастыру маған ұнайды. Ары қарай екінші ой, не нәрсені жақсы көремін, иә, жаңағы ойындарды жақсы көремін, құрастыруды жақсы көремін, жалпы бір нәрсені ойлап табуды жақсы көремін, иә, не нәрсені жақсы көремін дегенге. Содан кейін легоны жазамыз. Енді мен не нәрсені істей аламын? Не нәрсе істей аламын? Мысалы, адамдарға жақсы бір түсіндірме жұмыстарын жүргізе аламын. Немесе адамдарға бір көмек көрсете аламын, иә, немесе лекциялар жаза аламын, немесе бір түсіндірме жұмысы ретінде бір видеоларды түсіре аламын. Деген секілді, қандай өзіңіздің бір навыктар дейміз ғой, қандай өзіңіздің мына дағдыларыңыз бар, соны жазамыз екінші бағанға. Ал енді үшінші бағанға адамдардың қандай қажеттілігі бар, соны жазамыз. Енді жалпы біз адамзатты алмаймыз, жалпы адамдарды алмаймыз, сіздің айналаңыздағы адамдарды аламыз. Ол адамдардың қандай қажеттілігі бар, қандай мысалы сұрақтармен мүмкін сізге келіп сұрақтарын қойып жатқан шығар. Соны отырып ойлану керек. Енді осы жерде айтып өтейін, бұл инструмент бірінші резден жасалынбайды. Бұл инструментқа сізге біраз уақыт керек. Бір рет отырып жазасыз, екінші рет отырып жазасыз. Содан кейін мысалы басқа бір әріптестеріңізбен отырып осы тақырыпта біраз сұрақтарыңызды қоясыз, әңгімелесіп сұрайсыз мысалы деген секілді, иә, әңгімелесесіз. Осы кезде мынандай бір инсайттар келеді, немесе өзіңіздің бір сұрақтарыңызға жауаптарыңыз келеді деген секілді. Сондықтан ойламаңыз, бұл инструментті мен бір отырып бірден жасаймын деп, бұған бізге уақыт керек. Біреуге мысалы бірнеше күн керек, біреуге бірнеше апта керек, біреулерге бірнеше ай керек деген секілді, иә. Енді адамдардың қажеттілігі. Қазіргі таңда мысалы менің айналамдағы адамдарда қандай қажеттілік бар? Мысалы көп адамдар мен секілді жұмыста мысалы шаршап жүреді. Немесе көп адамдар қазір ашушаң келеді. Көп адамдар өзінің жұмысын ауыстырғысы келеді. Немесе жұмысы мысалы адамдарды қанағаттандырмайды дейік, иә, мысалы. Енді осы тұрғыдан сіз жаңағы үш бағандағы жауаптарыңызды өзара байланыстыру керексіз. Қалай сіз осы үш бағандағы сұрақтарды байланыстырып, сіз өзіңіз осы айналаңыздағы адамдардың қажеттіліктерін қалай жаба аласыз? Сонда қарап отырсақ, иә, монетизация деген ол не нәрсе? Монетизацияны жасау үшін біз ең бірінші өзімізге ұнайтын, өзіміз сүйіп жасайтын, біз күн демей, түн демей, енді ұйқы демей, тамақ демей сүйіп жасайтын бір ісімізді табу керекпіз. Хобби ретінде, иә. Ол бізге шығармашылық энергия береді. Екіншіден, біз қоршаған айналамыздағы адамдардың бір қажеттілігін табу керекпіз. Сол қажеттілігін тапқаннан кейін сіздерге отырып, мына кәдімгідей шабыттану керек. Біраз мына шығармашылық неменені толқынға қосылып, біраз ойлану керек. Қалай сіз осы өзіңіздің хоббиіңізді, өзіңіздің сүйіп жасай алатын іс-әрекетіңізді монетизацияға жеткізе аласыз? Қалай сіз осы шығармашылық энергиядан материалдық тұрғыда бір қаражат көзін ала аласыз? Монетизация деген сол ғой, қаражат көзі, иә. Соны отырып сізге ойластыру керек. Ойластырғаннан кейін, қазір енді мен сізге уақытымыз қалып жатса, өзімнің кейсімді көрсететін боламын, таныстыратын боламын сіздерге, енді түсінікті болу үшін. Ал енді ары қарай, мысалы сіз осы үш сұраққа жауап таптыңыз дейік, иә. Енді сіз ойландыңыз, қалай сіз өзіңіздің мына хоббиіңізді монетизация көзі ретінде қолдана аласыз. Мысалы, жаңағы лего болсын. Сол лего құрастыру арқылы мүмкін сіз балаларға емес, ересек үлкен адамдарға бір кружок
ашасыз. Мүмкін сіздің жұмысыңызда осы лего жинаумен айланысатын тағы да көп әріптестеріңіз бар. Мысалы, иә, сіз бұны енді адамдармен сөйлесіп, өзіңіз ойланып, осындай бір шешімге келесіз. Енді сіздің айналаңызда кем дегенде бір 3-4 осындай адам болса, біреу әріптесіңіз, біреу туысыңыз, біреу танысыңыз, біреу досыңыз, мысалы, иә. Осындай адамдарды таптыңыз, барлықтарыңызда бір ортақ қызығушылық бар. Ол жаңағы лего. Енді сіз осындай қаражат көзіне айландыру үшін сіз осы адамдардың басын қоса аласыз, біріншіден, иә. Екіншіден не істей аласыз? Басын қосып, сіз кружок аша аласыз. Осы кружокта мысалы ең бастапқыда біздің мақсатымыз бұны источник дохода дейміз ғой, қаражат көзіне айландыру емес. Біз ең бірінші бұны бастап көру керекпіз. Өйткені біз қазір мына жеке брендқа келген кезде бізге түсінікті болады. Бұл жерде біз көптеген нәрсеге үйрену керекпіз. Маркетингқа үйрену керекпіз. Жеке брендті құруға үйрену керекпіз. Жеке брендті дамытуға үйрену керекпіз. Содан кейін мына әлеуметтік желілерде өз-өзімізді дамытуға үйрену керекпіз. Сондықтан ең бірінші қазір мен айтып отырған инструментті қолданған кезде бірден өзіңіздің хоббиіңізді қаражат көзіне айландырам деп ойламаңыз. Бұл тұрғыда сіздің ең бастапқы немеңіз, мақсатыңыз адамдарды біріктіріп, бір ортақ істің аясында адамдарды біріктіру. Енді сол сіз бір кружок жасадыңыз, аптасына мысалы 2 резге бір сіз сол әріптестеріңізбен, таныс жолдастарыңызбен жиналып, сол уақытыңызды нетесіздер. Клуб по интересам дейді ғой, қызығушылықтар бойынша клуб аштыңыз. Сол клубтың өзіңіз администраторы болдыңыз. Ол сізге былайша айтқан кезде опыт, иә. Бұл жерде сіз көптеген нәрсеге үйренесіз. Енді административный навык дейміз ғой, әкімшілік дағдыларға үйренесіз, ұйымдастырушылық дағдыларға үйренесіз, содан кейін коммуникацияға үйренесіз. Өйткені сіз бірнеше адаммен қарым-қатынасқа түскен кезде сіз әр адамның тілін тауып үйрену керексіз. Сондай осы іс-әрекет арқылы сіз өзіңіздің дағдыларыңызды күшейтесіз екен. Енді бұл сатыны біз бөлік алып қояйық. Бұл өз ретімен жүре береді, ары қарай дағдылана бересіз де, бұны ары қарай дамытып жүргізе бересіз. Енді жеке брендқа келейік. Неге хобби мен айланысу үшін бізге жеке бренд керек? Қазір біз 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз, иә. Қазір ересек адамдардың емес, әрбір баланың қолында бір гаджеттан бар, бір телефоннан бар. Біз қазір не іздесек те, не сатып алғымыз керек болса да, қандай бір қызметтер бізге керек болса, мысалы, услуги дейміз ғой, иә, сатып алу керек болса, біз бұның барлығын қай жерден іздейміз? Телефоннан, гаджеттан, интернеттен іздейміз. Енді бізге бір маман иесі керек болған кезде, біз бұны бұрынғыдай таныстарымыздан сұрамаймыз. Біз телефонды аламыз да, телефонның ішінен мысалы психолог керек болса, психолог деп іздейміз де, қандай психологтар бар, соның тізімін аламыз. Содан кейін ол психологтардың міндетті түрде біз Инстаграм парақшасына кіреміз. Инстаграм ба, тикток ба, әйтеуір бір парақшасына кіреміз, әлеуметтік желілерде. Сол жерден біз ол адамның мысалы публикацияларын, подписчиктарын, өзінің мысалы сол адамды жеке тұлға ретінде қарастыру арқылы біз өзімізге мысалы психолог іздейміз, иә. Енді қарап отырсақ, қазіргі таңда 21 ғасырда біз не нәрсемен айланыссақ та, бізге жеке бренд керек екен. Жеке брендсіз қазіргі таңда бір монетизация жасау, немесе бір қаражат көзін, хоббимізді қаражат көзіне айландыру өте қиын екен. Енді қиын деген нәрсені біз былай алып тастайық. Біз бұны қазір қажеттілік ретінде қарастыру керекпіз. Сіз өзіңіздің хоббиіңізді монетизацияламасаңыз да, сізде қазіргі таңда жеке бренд болу керек. Неліктен? Енді біз қазір көмектесуші мамандықтарды алайық, иә, мысалы психологтарды алайық. Психологтарды алатын болсақ,
Ә, біз әбден осы өзіміздің профессиямызға осылай күйіп, бір жанып, жабысып қаламыз да, осы өзіміздің жұмыс киімімізді, енді жақсы, мына тырнақшаның ішінде, иә, жұмыс киімімізді қай жерге барсақ та шешпейміз. Мысалы, психолог болса, көп адамдар, мысалы, туыстарының арасында отырса да, психолог киімін шешпейді. Таныстарының арасында отырса да, басқа бір таныс емес адамдардың ортасында отырса да, осы психологтың киімін шешпейді екен. Бұл бір жағынан жақсы, бірақ бұл ненің белгісі? Бұл адамның мамандығы оның жеке тұлғасын жойды немесе жеп қойды деген бір неменені көрсеткішті көрсетеді екен. Сондықтан сіз қандай мамандық иесі болсаңыз да, жұмыста болған кезде осы жұмыс киіміңізді киіп жүресіз. Енді тырнақшаның ішінде, иә, жұмыс киімі. Ал жұмыстан шыға берген кезде сіз бұл жұмыс киімін не істейсіз? Жұмыста тастап кетесіз. Ал енді жұмыстан шыққан кезде мен кіммін? Мен қандай киімді киемін? Мен қандай рөлдерді атқарамын деген сұрақтарға жауап беру үшін бізге жеке бренд керек екен. Бұл жеке брендті құрудың бір сатысы болып табылады. Енді жаңағы біз айттық, иә, біз көмектесуші мамандықта жұмыс жасаған кезде, мысалы, мектептің психологтарын алайық, немесе мектептегі ұстаз мұғалімдерді алайық, иә. Бізде бірнеше жыл бұрын осындай бір резонансты бір немелер болды, жағдайлар болды, иә. Мектеп мұғалімі жазғы демалыс кезінде, отпуск кезінде купальникпен фотоға түсіп инстаграмға салғаны үшін үлкен бір мынандай резонанс туды. Осы резонанстың арқасында жаңағы мұғалім жұмыстан шығарылды. Енді қалай ойлайсыздар? Жалпы педагогты алайық, ұстазды алайық, немесе психологты алайық. Бұл адамдар, бұл адамдардың, бұл мамандықтардың, иә, жеке өмірге, өзінің бір жеке қызығушылықтарына, немесе демалысқа құқылары бар ма, жоқ па? Әрине бар. Кез келген адам жазғы уақытта демалған кезде біз судың бойында демаламыз. Судың бойында демалғандықтан біз өзіміздің мына жұмыс костюмымызды не істейміз? Шешеміз. Енді қараңыздаршы, неліктен бұндай жағдайлар осындай үлкен бір резонанс тудырады? Өйткені жыл бойы бұл ұстаз өзінің бір жеке брендін құрғысы келсе де, құрғысы келмесе де, ол бір жеке брендті құрды. Ол жеке бренді қандай? Бұл мысалы, бір қатал мұғалім. Иә, қатал болмаса да, бұл мұғалімнің бренді. Үнемі костюмда, үнемі жинақы, үнемі осындай бір тиянақты, осындай бір мамандықтың көзі дейік, иә. Енді ата-аналар, басқа әріптестері, басқа бір жақындары, туыстары, таныстары бұл адамды осындай образда, осындай брендті көріп көздері үйреніп қалған. Енді жақындары, туыстары басқа бір енді рөлдерде көреді ғой, иә, бұл адамды. Бірақ біз қазір бұл жерде ата-аналарға келейік, иә. Ата-аналар бұл ұстазды осы бір тек қана ұстаздың, мұғалімнің костюмімен, киімімен көріп үйреніп қалған. Содан кейін енді жазғы уақытта демалыс кезінде бұл маман демалған кезде купальникпен фотоға түскеннен кейін бұл енді былайша айтқан кезде шок болады, яғни көріп отырған ата-аналарына. Сондықтан осындай бір үлкен бір резонанс тудырады. Енді бұл жерде қандай қателік бар? Неліктен осындай резонанс тудырды? Бұл жерде маман өзінің жеке брендін дұрыс құрған жоқ. Қателікті біз осы тұрғыдан қарастырайық, иә. Енді бұны қазір шешіп біраз қарастыратын болсақ, басқа да жақтары бар, бірақ енді біз бұл сұрақты мына жеке бренд жағынан қарастыратын боламыз. Енді адам қараңыз,
Біз әртүрліміз. Біздің әртүрлі қызығушылықтарымыз бар, әртүрлі көңіл күйде боламыз, әртүрлі біздің рөлдеріміз бар, иә. Енді біз кез келген бір маман иесі болған кезде бізде біріншіден жеке бренд болу керек. Осындай бір резонансты көзқарас тудырмас үшін, иә. Екіншіден, бұл жеке брендті басқа адам бізге қарап құрастырмау керек. Біз өзіміз жеке брендімізді өзіміз құрау керекпіз. Ол үшін біз тағы да не істейміз? Тағы да дәптер аламыз, тағы да қаламсап аламыз да өзіміздің рөлдерімізді жазамыз. Қандай менің рөлдерім бар? Қандай мен маман иесінен басқа қандай рөлдерді атқарамын? Қандай менің қызығушылықтарым бар? Қандай өзімнің мына мінез құлықтарым бар? Қандай өзіме ұнайтын мінез құлықтарым бар және ұнамайтын мінез құлықтарым бар? Соның барлығын отырып біз қағаз бетіне түсіру керекпіз. Енді қараңыз, сіз маман иесісіз, иә, мысалы психологсыз. Бұл бізде мамандыққа жатады. Енді бұдан басқа менің тағы қандай рөлдерім бар? Мысалы, мен психологтан бөлек анамын, мен біреудің қызымын, мен біреудің жарымын, біреудің апайымын, біреудің қарындасымын, біреудің көршісімін, біреудің әріптесімін, біреудің жан жолдасымын. Иә, осындай рөлдердің барлығын жазамыз. Рөлдерді жазғаннан кейін әр рөлге сипаттама береміз. Мен ана ретінде қандаймын? Сол жерге сипаттама береміз. Сабырлы, тиянақты, көңілді, ашық деп осылай әр рөлге біз осылай сипаттама береміз. Әр рөлге сипаттамаларды жазып болғаннан кейін қызығушылықтарымызды жазамыз, иә. Қандай менің қызығушылықтарым бар? Немесе менің қандай бір жеке өзімнің бір мінез құлқым бар. Елге көрсететін немесе елге көрсетпейтін. Әр адамның мынандай бір инь янь деген бар ғой, мынандай жартысы ақ, жартысы қара белгі, иә. Әр адамның осындай бір мінездері бар, иә. Біз басқа танымайтын адамдарға көрсеткіміз келетін мінез құлықтарымыз болады. Және басқа адамдарға көрсеткіміз келмейтін мінез құлықтары болады. Енді осы жерде біз жеке брендті құрған кезде жаңағы біз жазған бүкіл жазуларымызды көтеріп, осы жерден біз өзіміздің жеке брендімізді құру керекпіз. Тағы да қайталап өтейін, бұл бір күндік нәрсе емес, бір апта, бір айлық нәрсе емес. Бұған бірнеше ай кетуі мүмкін, немесе бір жыл, одан да көп уақыт кетуі мүмкін. Және жеке бренд деген нәрсе бірден жасалынатын нәрсе емес. Бұл сіз өскен сайын, сіздің қызығушылықтарыңыз, сіздің ой өрісіңіз, сана сезіміңіз өскен сайын жеке брендіңізді өзгеріске ұшырап отырады, иә. Енді ең басында осы жеке брендті жасаған кезде, құрған кезде сіз осы қызығушылықтарыңызды, рөлдеріңізді, рөлдің ішіндегі сипаттамаларыңызды барлығын алып анализ, талдау жасайсыз. Сол талдауды жасағаннан кейін енді өзіңіз осындай бір сұрақ қою керексіз. Енді мен мысалы әлеуметтік желілерде өзімнің қай рөлімді, қай сипаттамамды, өзімді қай жағымнан көрсете аламын, немесе көрсеткім келеді деген сұрақ қою керексіз. Енді алдын ала неге әлеуметтік желілерде мен бұны көрсету керекпін деген сұраққа сізге жауап беріп кетейін сразу. Өйткені қазіргі таңда егер де біз әлеуметтік желіде болмасақ, әлеуметтік желі деген қазір бізде портфолио. Бұл портфолио адамның. Егер де біз әлеуметтік желіде болмасақ, бізге мысалы өзіміздің хоббимізді монетизациялауға, немесе өзіміздің басқа мына жеке тұлға ретінде мына шығармашылық өзіміздің энергиямызды шығаруға бір немені источник дейміз ғой, бір көзді жауып тастаймыз өзіміздің қолымызбен. Сондықтан біз қазір жеке брендті жасау керекпіз, құру керекпіз, және осы жеке брендті біз әлеуметтік желілерде көрсетуіміз керек. Мейлі сіз о жерден монетизация жасамасаңыз да, портфолио ретінде сіздің жеке брендіңіз болу керек.
маман ретінде кез келген жұмыс орнына барған кезде өзіңіздің сол портфолионызды, жеке парақшаңызды көрсеткен кезде жұмыс беруші немесе жұмысқа алушы адам сіздің құндылығыңызды түсінетін болады. Сіздің құндылығыңызды түсінген кезде адам сізге басқа мамандарға қараған кезде басқа жағдай жасауы мүмкін, басқа бір ұсыныстар жасауы мүмкін. Сондықтан сіз өзіңіздің жеке брендіңізді қаншалықты дамытып, қаншалықты соны алдыға қарай жүргізіп отырсаңыз, соншалықты сіз маман ретінде де востребованный дейді ғой, мынандай қымбат маманға айланасыз. Енді жаңағы айттық, иә, сіз жаңағы қызығушылықтарыңызды барлығын жазасыз, талдайсыз. Енді сіз өзіңізге осындай бір карта жасау керексіз. Қандай мен осы қай ролімді әлеуметтік желіде көрсетуге дайынмын? Мен өзімді мамандық ретінде көрсетемін ба? Я болмаса мен жеке брендімді құрамын, бірақ өзімнің мамандығымды мүлде әлеуметтік желілерде көрсетпесем де болады. Менің психолог екенімді ешкім білмесе де болады. Мен бұл жерде өзімнің мамандығымды емес, жеке хоббиімді көрсетемін. Мүмкін мен ән айтқанды жақсы көретін шығармын. Мүмкін мен жеке бренд ретінде әлеуметтік желіде өзімді әнші ретінде дамытатын шығармын. Немесе басқа бір өзімнің бір хоббиімді, басқа бір өзіме ұнайтын бір немені өзімнің қалай еді мына качество, өзімнің басқа бір неме шығармашылық жақтарымды көрсететін шығармын. Бұның барлығы жеке адамның өзіне байланысты, сіздің шешіміңізге байланысты. Енді сіз отырып соны кәдімгідей суретін саласыз, портретін саласыз. Мен жеке адам ретінде осындаймын, бірақ әлеуметтік желіде өзімнің личный брендімді мен осылай құрып алдым. Осы тұрғыда ғана өзімді әлеуметтік желілерде көрсетемін, дамытамын, алдыға қарай жылжытамын деген шешімді қабылдайсыз. Енді бұл үлкен бір тақырып, үлкен бір жұмыс. Осыны біраз аяқтай келе, тағы да бір шолып өтсек, иә? Жеке бренд және хобби деген нәрсе бізге не үшін керек? Не үшін біз оны монетизациялау керекпіз және монетизациялау керек па бізге, керек емес па, соған тоқтайық. Жалпы адамның мамандығы, жалпы біздің жұмысымыз, иә, біздің уақытымыздың өте көп бір бөлігін алады. Өте көп бөлігін алғандықтан біз осы жұмысымызға, мамандығымызға өте үлкен бір энергиямызды, күшімізді, уақытымызды жұмсаймыз. Енді біз уақытымызды, энергиямызды жұмсағаннан кейін біз ол жерден мысалы қаражат ретінде зарплата аламыз, иә, жұмыс ақысын аламыз. Бірақ бұдан бөлек біз жұмысымыздан энергия алу керекпіз. Бұл жұмыс бізге ұнау керек. Бұл өте маңызды. Егер де сіз өзіңіздің жұмысыңызды сүйіп орындамасаңыз, сізде кәсіби күйзеліс деген нәрсе пайда болады. Егер де кәсіби күйзеліс пайда болса, онда сіздің жұмыс көрсеткіштеріңіз төмендей бастайды. Сіз маман ретінде өзіңіздің мынандай жақсы бір көрсеткіштеріңізді, жақсы бір сапалы жұмысыңызды көрсете алмайсыз. Сондықтан біздің жұмысымыз, біздің сүйіп жасайтын жұмысымыз болу керек. Енді келесі тұрғыда бізде хобби болу керек. Жалпы біздің мамандығымыз біздің тұлғамызды тұтастай жұтып алмау керек. Біздің мамандығымыз бір бөлік, және ол мамандықтың қасында біздің тұлғамызда екеуі қатар жүру керек екен. Мен тұлға ретінде мынандаймын, ал маман ретінде мынандаймын деген болу керек. Енді жұмыста бізде күйзеліс болмау үшін, эмоционалдық шаршау болмау үшін бізде хобби болу керек. Бұл хоббиді біз отырып, балалық шақтан есімізге түсіріп алып келеміз. Осы хоббимен біз эмоционалдық гигиена ретінде күнделікті кешке бір жарты сағат, 20 минут уақыт бөліп үйімізде осымен айланысу керекпіз. Бұны біз бір күнделікті айналысатын жұмысқа айландырғаннан кейін ақырындап барып осы хоббиді үйден
жұмысқа әкелуіміз керек. Жұмысқа әкелген кезде бізде екі мақсат бар. Бірінші мақсат бұл біздің шығармашылық энергияның көзі ретінде әкелеміз жұмысқа, иә. Мысалы, түскі үзіліс кезінде біз түскі астан кейін бір 10-15 минут отырып, осы хоббимізбен айланысқан кезде біз ішімізде мынандай шығармашылық бір энергия пайда болады. Шаршауымыздың біраз тарқауына себепкер болады. Бірақ екінші себеп, неге біз хоббиді жұмысқа әкелеміз? Біз осы хоббиімізді жұмыспен байланыстыруға мүмкіндік болса, жұмыспен байланыстырамыз. Келесі бір сәт біз осы хоббиімізді өзіміздің монетизация көзіне айландыру керекпіз. Біз қаржы қаражатты тек қана жұмыстан алмау керекпіз. Қаржы қаражат бізге бірнеше жерден келу керек. Сол бір источник дейміз ғой, сол қаржы қаражаттың көзінің бірі ретінде біздің хоббиіміз болу керек. Енді жұмыстағы осы уақытымызды бөліп, осы хоббиға уақытымызды бөлеміз дедік қой, иә. Бұл жерден біз шығармашылық энергия аламыз. Бірақ шығармашылық энергияны жұмысқа жұмсау дұрыс емес. Шығармашылық энергия біздің өзіміздің жеке тұлғамыздың, жеке бойымыздың дамуына кету керек. Енді одан кейін осы хоббиімізді бір дұрыстап бір тұтастандырып алғаннан кейін біз осы хоббиімізді қалай монетизация көзіне, қаражат көзіне қалай айландырамыз, соған тоқталамыз. Бұл жерде енді бізге жеке бренд керек. Өйткені кез келген қызмет көрсетсеңіз де, кез келген нәрсені сіз сатсаңыз да, кез келген бір қаражат көзін ойластырған кезде сіздің жеке брендіңіз болса, сіз сол өзіңіздің қаражаттандыру мақсатыңызға тез жете аласыз. Өйткені қазіргі таңда адамдар тек қана мамандарға келмейді. Қазіргі таңда адамдар жеке тұлғаға келеді. Мысалы, жаңа енді психологқа келуге, психолог ретінде бір маман мықты болса, бірақ адам ретінде, жеке тұлға ретінде бір мінез құлықтары маған ұнамайтын болса, мен ол адамға бармаймын. Маған мінез құлқы жеке тұлға ретінде ұнайтын психолог маман болса, мен сол адамға барам. Сондықтан біз енді жеке брендті құрастыру керекпіз. Осы жеке брендті өзіміздің хоббиімізді монетизациялайтын құрал жабдыққа айландыру керекпіз. Ал жеке тағы да брендқа келетін болсақ, бұл тағы да бір үлкен бір талдау ретінде, талдау үстінде жасалатын жұмыс болып табылады. Сіз отырып, және мен айтқан қадамдардың барлығын, мен айтқан жұмыстардың барлығын орындап отырсаңыз, бір қағаз дәптер алып, қаламсаппен жазып отырып, бір талдау жасасаңыз, өзіңіздің жеке брендіңізді құрай аласыз. Ал жеке брендті құрап болғаннан кейін, хоббиіңізді тапқаннан кейін, енді бұл үлкен бір жұмыс. Келесі қадам сізге маркетинг деген нәрсеге біраз үйрену керек. Өйткені маркетинг деген нәрсе бұл жалпы адамды алдыға қарай жылжытатын, жалпы адам емес, экономиканы да алдыға жылжытатын бір құрал болып табылады. Енді маркетингқа сіздерге бір ой салып өтсем, иә. Неге, мысалы, біз кез келген бір мысал келтірген кезде, бір психологтарды айтқан кезде, немесе бір дана тұлғаларды айтқан кезде, мысал ретінде, иә, біз батыс елінің адамдарын аламыз. Неге біз өзіміздегі мысалы бір педагогтарды, психологтарды неге алмаймыз мысал ретінде? Өйткені жалпы біздің елімізде маркетинг деген нәрсе мүлде дамымаған екен. Неге Америка болды? Өйткені Америкада маркетинг деген нәрсе өте жақсы дамыған. Ол жерде маркетинг тек қана экономиканы дамытып отырған жоқ сол елдің. Маркетинг ол жердегі адамдардың да, жеке тұлғаның жаңағы жеке брендін да дамытып отыр екен. Жалпы маркетинг деген нәрсе сол батыс елдерінде, Америкада өте жақсы дамыған. Сондықтан айта келе,
егерде сіз дамыған маман болғыңыз келсе, егерде сіз алдыға қарай ұмтылатын бір тұлға болғыңыз келсе, сіз онда жеке бренд хоббиден бөлік маркетингті де білуіңіз керек. Бұның барлығы осы жеке брендтің құралуына, өсе жеке брендті алдыға қарай жылжытатын инструменттер болып табылады. Сондықтан қазір мен сіздерге енді жеке брендтен бөлік маркетингті білу керек деп айтқан кезде қорықпаңыздар. Бұл келесі қадам. Сіз оған жеткенше деген, жаңағы мен сізге айтып өткен неме қадамдарды орындасаңыз, маркетингке асықпай жайлап өзіңіз бір уақыты келген кезде келесіз. Сондықтан енді жеке брендіңізді құрыңыз, хоббиіңізді монетизациялаңыз, қаражат көзі ретінде тек қана жұмысты қарастырмай, хоббиіңізді да, жеке брендіңізді да қаражат көзі ретіне, қаражат көзіне айландыруға ұмтылыңыздар. Енді осымен менің айтайын деген ақпаратым аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, микрофондарыңызды қосып, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қараталдан жанұяның психологы боламын. Менде мынандай сұрақ туындап жатыр. Осы негізі жеке бренд даму туралы өзім ойланып жүргем. Енді ой келіп тұр да, жеке психолог ретінде парақшамды дамыту ма, әлде хоббиға басқа нәрсе шықты, соны дамыту керек пе, или екеуін біріктіріп бір нәрсе істеу керек пе деген сияқты екі ой болып отырмын да қазір. Өте жақсы сұрақ. Сіз өзіңіз психолог маманысыз, иә? Ал хоббиіңіз қандай? Ән айту, би билеу. Ән айту, би билеу. Енді қараңыз, сіз қаражат ретінде қайсысын қарастырасыз? Ән айтып, би билеп, Біріншісін қарастырамын. Біріншіден, ән айтып, би билеп қаражат тапқыңыз келмейді. Сіз психолог ретінде қаражат көзінде қарастырасыз, иә? Енді қараңыз, сіз парақшаңыз бар ма Инстаграмда? Иә, бірақ пустой, өшіріп тастаған бәрін. Сол біздің бір үлкен қателігіміз. Парақшаңызды ашыңыз, толтырыңыз. Толтырған кезде, жаңағы біз айттық қой, жеке бренд қалай жасалынады? Сіздің қызығушылықтарыңыз бойынша. Енді қараңызшы, сіздің қызығушылығыңыздың ішінде ән айту мен би билеу бар. Ол сіздің және жеке брендіңіздің бір бөлігі болып табылады. Солай ғой? Сіз психологсыз, бірақ ән айтатын, би билейтін психологсыз. Енді сіз өзіңіздің, мысалы, терапияңызда, мысалы, ән айтуды бір терапия көзі ретінде қарастырып, пайдалануыңызға болады. Біріншіден. Солай ғой? Өйткені сіз кеше қатыстыңыз ба мына күйзеліс туралы? Кәсіби күйзеліс туралы бізде кеше қатыспадым, кеше выездерде жүрдім. Записи бар. Соны Шолпан ханымдан сұрасаңыз, сол кешегі күннің записін қарасаңыз, сол жерде біз жеке эмоционалдық күйзеліс туралы айтамыз. Сол эмоционалдық күйзеліс, это эмоциональное истощение, мен сіз психологсыз ғой, білесіз. Соның бірден бір инструменті ол ән айту мен би билеу. Өйткені біз ән айтқан кезде, би билеген кезде көңіл күйіміз не істейді? Көтеріледі, жақсы болып қаласың. Иә, сондықтан сіз ән айтып, би билеу сізге ұнайтын болса, өзіңіз отырып ойластыңыз, бұны мен қандай бір инструмент көзіне айландыра аламын? Ол сіздің жеке өзіңіздің ойлап тапқан бір жеке инструментіңіз болады, методикаңыз, әдіс тәсіліңіз болады. Енді үйтіп ойланғым келмейді, оны үйтіп енді жұмыспен араластырғым келмейді десеңіз, бөлік қойып қойыңыз. Өзіңіздің жеке брендіңіз ретінде ән айтыңыз, би билеңіз. Енді сіз психологсыз, бірақ мен сіздің мысалы парақшаңызға кірген кезде мен қараймын, сіздің хоббиіңізде ән айту бар, би билеу бар екен, иә? Сіздің кейбір рилстарыңыз бар, видеоларыңыз бар, посттарыңыз бар, сіз ән айтып жүрген, би билеп жүрген, иә? Үйде болсын, басқа бір тойда болсын билеп жүрген. Енді мен сіздің энергияңызға келем. Солай ғой? Ана жерде жазылып тұрады, анандай маман, мынандай маман деп, иә? Бірақ ол жазуға келмейді адамдар. Адам деген энергияға келеді. Сонда сіз сол ән айту, би билеуді дамыту арқылы өзіңізге керек аудиторияны не істейсіз?
жинап аласың. Жинайсыз, тартасыз, дұрыс. Ал Иә. ән айту мен би билеуді ұнамайтын адамдар сізге келмейді, олар басқа неме психологты іздейді. Ондай ән Құндылықтармен айту келеді, мен би тартылады. билеуді ұнатпайтын клиенттер мысалы сізге керек те емес. Мгм. Рахмет. Сондықтан Мгм. инстаграмыңызды ашыңыз, толтырыңыз, ішіне қызығушылықтарыңызды жазыңыз. Өзіңізге ұнайтын бір жеке бренді жақсы дамыған адамдар бар ғой, соның парақшасын ашыңыз да қараңыз. Қалай ол өзінің жеке брендін дамытады, қай жақтарын көрсетеді. Біз кез келген бір адамды қарасақ, мысалы танымал адамды, иә, олар өздерінің мына жеке өмірінің, мінез құлығының бір жартысында емес, бір кішкентай ғана бөлігін көрсетеді. Олар шын өмірде ондай емес. Ол жеке брендтің мен көрсетемін деген ғана пунктілер екен. Сондықтан соларға қарап отырып, өзіңізге анализ жасаңыз, содан кейін өзіңізге түртіп қойыңыз. Мына нәрсені көрсетемін, мына нәрсені көрсетпеймін. Мен жеке өмірде осындай болмасам да, бірақ жеке брендімді осындай тұлға ретінде өзімді дамытқым келеді деп, жоқ нәрсені де көрсетіп дамытуыңызға болады. Түсінікті. Рахмет көп жауабыңды алып. Сағыныш, менің инстаграмман, сіз психологсыз, иә? Мектепте ма или қай жерде? Жанұя орталығында қазір психологпын. Жанұя орталығында, иә? Біз қазір проект, енді жеке өзіміз проект бастағалы жатырмыз. Педагогтар мен психологтардың жеке брендін құру. Осы жазғы уақытта біз осы тұрғыда прям инстаграмға ақпарат саламыз, осы туралы біраз тренингтер өткізетін боламыз. Сондықтан менің инстаграмымна тіркелсеңіз болады. as.sembaeva.mentor. as.s$, иә? Потом Sembaeva. Аха. Mentor. Асембаева. Аха. .mentor. Сол парақшаға тіркелсеңіз, біз осы алдағы уақытта как раз осы жеке бренд туралы, хобби туралы, монетизация туралы ақпаратты салатын боламыз. Сондықтан Сағыныш, осындай сізге бір ой келді ма? Сіз кеше қатысқан жоқсыз, бүгін қатыссаңыз, бұл как раз сізге осындай бір сигнал белгі болып тұр. Қалдырмаңыз, жеке брендіңізді құрыңыз, парақшаңызды ашыңыз, дамытыңыз. Біздің елімізге мынандай жақсы дамыған осындай бір алдыға тартатын психологтар өте қажет. Рахмет көп. Сәттілік сізге. Рахмет. Әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса? Так, сұрақтарыңыз жоқ болса, онда біз сабағымызды аяқтайық, иә? Уақыттарыңызды бөліп, сұрақтарыңызды қойып тыңдағандарыңызға үлкен сіздерге рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.